Жоқ деп әнмен кешірім сұрап жүрген Айри Арай Айдарханмен фан кездесу өткізді. Көптен күткен алғашқы кездесуге халыққа ұнау үшін Айри бақандай 1 жыл дайындалыпты. Сегодняшняя встреча она была. Бүгінгі кездесу өте қобалжулы болды. Барлығына ұнадым деген үміттемін. Айри Бекештің халыққа арналған жаңалығы осымен бітпейді екен. Пройдет этот конкурс в городе Витебск. Бұл конкурс Витебск қаласында өтеді, Белоруссияда. 9 шілде күні мен сол жерде болуым қажет. Біз дайындалып жатырмыз. Өте тығыз жұмыс кестесі, вокал, хореография. Қобалжу үстінде жүрмін, бірақ мен халықтың үмітін ақтаймын деп ойлаймын. Барлығы жақсы өтіп, жеңіске жетемін деген үміттемін. Қытайда орын алатын ән фестивалінде өнер көрсетуіме ұсыныс түсті. Славян базарынан кейін сол жерде төбе көрсетуім әбден мүмкін. Қазақстандықтардың үмітін халықаралық аренаға арқалап бара жатырған әншімен дуэт жазған Арай мырза Қазақстанға неліктен оралғысы келмейді? Қазақстанға оралу деген ой негізі қазір енді точно айта алмаймын. Өйткені мен сияқты шетелде басқа жерде жұмыс жасап жүрген, өмір сүріп жүрген қазақ баласына, қазақ жігіттеріне, жалпы қазақтарға менше сол тұрған жеріңде қазағыңның мәдениетін, қазағыңды көрсете берсең, көркейте берсең, елдің алдында қазақ деген есімді таныта берсең, ол да қазақ елі үшін жұмыс жасау. Шетелде қазақ өнерін танытып жүрген мырза дуэт жазуға неліктен Айриді таңдағанын өзі айтып берсін. Негізі былтыр Айри бәріміз танысқанбыз. Сол танысқалы көптеген хабарда болып жүрдік. Сосын Айридің дауысын тыңдадым. Сосын бірден ойладым, Айримен бірге бір дуэт жазу керек. Өйткені мұндай жақсы дауыс маған ұнайды. Бүгінгі кездесу негізі ойымдағыдан да жақсы болды, қызықты болды. Көптеген қызықты сұрақтар болды. Фан кездесуге келген жанкүйерлер көкейтесті сұрақтарына жауап алып, ән айтып, тіпті сыйлық иеленіп бір марқайды. Мен өзі осы Арай Айдарханұлын Димаш арқылы білгем. Өйткені Димаш Құдайбергенов ол I'm a Singer-да қатысты ғой. Соны жүргізетін Арай Айдарханұлы болды. Содан кейін мен Арай Айдарханнан ақпарат алдым интернетта. Содан іздедім әндерін. Содан Арай Айдарханды таныдым. Мен негізі Айриді бұрыннан бері танимын, әндерінде тыңдайтынмын. Одан кейін Арай Айдарханды Димаш Қытайға концерт, яғни конкурсқа барған кезде, сол кезде Димашқа қолдау білдіріп, Димаштың бірден-бір ең бірінші номер бірінші жанкүйері болып жүрді ғой. Арай Айдарханды сол кезден бастап танимын, және де сол кезден бастап мен оның нөмірі бірінші жанкүйерімін. Фан кездесу керемет өтуде. Мен ойлағаннан да өте керемет өтуде, маған өте қатты ұнап жатыр. Бұл жақта жанкүйерлер өзінің көкейде жүрген сұрақтарын қойып жатыр, және де оған қанағаттандыра алатындықтай жауап алып жатыр. Әрине, тіпті сұрақ қойып артынан алдында әнді де айттым. Ендеше алға қойған мақсаты асқақ әншілерімізге сәттілік тілейміз.